Қазір мен Турциядағы өте танымал бір завтракты жасайын деп жасап көрейін деп жатырмын. Жасаймын деп айта қойыңызшы. Менемен деп аталады. Ең бірінші осылай жұмысқа боламын деп сияқты боламын. Екінші осылай помидор салат қалдым. Шынымен күшті болады. Негізі перец тоже қосу керек. Бірақ магазинде перец болмағаннан кейін мен екеуін ғана қосып жасап жатырмын. Ал осының үстіне қазір жұмыртқа қосамын, сонымен завтрак дайын. Міне осылай дайын болды. Ас болсын маған. Негізі соңғы болған оқиғаларға байланысты былай қарағанда бәрін кінәладым да. Өзімнен басқа енді адам өзін кінәлай қоймайды ғой. Бәрін кінәладым, бірақ енді жаңа тамақ жеп тұрып, ойланып тұрмын ғой. Адамның барлық нәрсе ниетіне қарай беріледі негізі. Жалпы менің де ниетімде бір барып тамақ істеп, ондай тірлікпен айналысып, біреулерге служить ету деген сияқты понятие болмаған ба деп те ойлаймын бір жағынан. Сол үшін осылай болды ма деп ойлаймын. Тамақ істегенді расымен жеп көремін, үй жинағанды бәрін. Үйім шашылмайды енді бір өзім тұрған соң, бірақ былай негізі расымен де маған ондай қатты жараспайтын дүниелер сияқты ма деп ойлаймын. Енді киім қарап жүрсем, мына кісі жүр. Не істейміз? Конечно. Айрастайға келіп, күшті кенде көз жүрміз. Таңдадың ба бірдеңелер? Мына жерде Назым жүр еще. Назым қалайсыз? Көрмегелі біраз уақыт болыпты сізді. Мен жаңа кесем Эдеш пен Айбек шығып бара жатырмын. Екеуін бір-біріңді көріп қалдыңдар ма не бірге келдіңдер ме? Зейін амандасып тұрғанбыз ғой. Бір жазбайсың ба кездесейік деп осындай жерлерде көрісіп қалмаса? Қазір мен босамай ғой, есінедіңіз ба? Неге? Жігіт тауып алдыңыз ба? Қанжалет деп ше. Саудалет что там? Съемка ғой. Айсұлтан ше? Кейін айтам. Көбінше сосын айтам деп. Блогын көрдім енді, тілімді қышытпаңдар деп салып қойған екен, мен білмеймін, тілді қышытатындай дүние болған жоқ деп санаймын негізінде. Және де мен мамаға барамын, Есік қаласына кетеміз, мүмкін түспейтін шығармын деген сөзім болды, мойындаймын ол нәрсені. Бірақ мамаға бағыттап кетіп баратқан кезде жаңағы жігіттер хабарласып, біз сізді күтіп отырып келе жатсыз ба дегеннен кейін мен адами тұрғыда отказ бере алмадым, өйткені уәделесіп қойған болатынбыз да. Оның үстіне достар біліп тұрсыздар ғой, көріп тұрсыздар ғой, қандай мақсатта түсірілген видео екенін да. Мен ешқайда кеткем жоқ, мен ешкімге қорылған жоқпын. Олай артық әңгіме айтып, басқа жаққа қалай бұрмалаудың да қажеті жоқ деп ойлаймын. Өзі салып жатыр екен, енді шығып жатыр екен, енді білмеймін қай уақытқа дейін шығады, қай уақытқа дейін салады, көрерміз енді. Дальше больше. А так менің айтатын артық әңгімем жоқ. Ал достар, бүгін кештетіп, кеше енді бүгіндікке барлығыңыз жаздыңыздар, еңлікке бармайсың ба деп, сондықтан менің алып қашылып кеткен подругама келдім, міне. Чо там? На самом деле, енді жатқан ба? Алып қашпады ма ешкім? Мен алып қашады. Бәсе мен де ойлап ем, қай бір жүрек жұтқан жігіт ол депші. Мүмкін емес қой деп, иә. Енді екеуміздің өмірімізде біраз өзгерістер болып жатыр, сондықтан сол әңгімелерді айтамыз деп, екеуміз бармыз. Еще мына жерде осындай подругам бар, Эдеш бар, Эдеш, Айбек барлығымыз тамақтануға келдік, Оллиға. Қазір көрсететін боламын, күшті бір жерге келдік, атмосферный. Сол историяларды қарап отырмыз. Қайырлы күн достар, ассалаумағалейкум. Біз енді кештетіп тамақ ішуге келіп қалдық. Болып жатқан нәрселердің бәрін айтып өтпеңіздер. Және де біздің аға бауырымыз енді Сержан, және мен сестренкімдей болып кеткен, досымыздай болып кеткен, жақын араласып жүрген аға екеуінің бір арасында бір сызат түсіп тойға жете ма деп жүрген кезде екеуі ұрысып қалған екен. Сондықтан қазір тамақ ішуге келдік, Эдеш екеуміз екеуін бір татуластырып жіберейік деген оймен. Сержан ақырын шақырып қойдым, негізі Ақеркенің барын білмейді, бұл жақта Ақерке Сержанның келетін білмейді деген сияқты ғой. Содан мына жақта қыздар отырған жайы бар. Бәрін көрсететін боламын.